Құрметті әріптестер, жаңа бағдарлама талаптарына сәйкес әр сабақтың соңында рефлексия жүргізу керек. Ең бірінші, мұғалімдер өздерінің сабақ туралы ойларын айтпастан бұрын осы жүргізген мұғалімге сөз береді. Сол кезде мұғалім рефлексиясын өзі жасау керек. Рефлексия деген ол өткенге жүгіну. Мен сіздермен тәжірибе алмасу ретінде, тәжірибелі ұстаз ретінде өзімнің сіздерге бір рефлексиямды ұсынғым келеді. Жаңа ғана көрген сабақтарыңыз бойынша. Енді сабақтың тақырыбы ежелгі көшпелілер мәдениеті, алтын адам. Сабақтың мақсаты тыңдаған мәтіннің негізгі мазмұны түсіну және нақты ақпаратты анықтау. Берілген мақсатқа жету үшін мен ой түрткі сұрақтар арқылы өткен тақырыптарды қайталадық. Тыңдалым алдында және тыңдалым соңында интербелсенді тапсырмаларды орындадық. Хат жазу әдісі арқылы оқушылар өткенге қайтадан жүгініп, естеріне түсірді. Сабақтың жақсы жақтары. Сабақ мақсатқа сәйкес құрылған. Сабақ жүйелі, оқушылардың жас ерекшелігі ескерілген. Қашықтықтан оқытуға байланысты білім алушыларға негізгі ақпарат қол жетімді түрде берілген. Бүкіл бағдарламадағы ақпаратты бермей, тек қана ең керектісін, ең өзектісін, ең қажеттісін беруді өзім жөн көрдім. Ал енді әр сабақта, әсіресе мына видеоға қарап, өзіңнің қателіктеріңді байқайды екенсің. Нені жақсарту керек? Сабақтың қарқыны баяу. Содан кейін мұғалімнің дауыс ырғағы бір сарынды болып, мен бір сарында айтыппын. Эмоционалды емес. Әрине, цифрлық білімімізді барлығымыз жетілдіруіміз қажет. Өйткені біздің бейне баянды әлі біз жүргізе алмай жатырмыз, қатып тұр. Осы тұстарды жақсарту керек деп ойлаймын. Міне мен сіздерге өзімнің сабағым бойынша қысқаша рефлексиямды ұсындым. Сіздерден 2 жұлдыз, 1 тілектеріңізді күтемін, әсіресе жас әріптестерімізден.